Бүгінгі видеосабағымызда жаңа замандағы жәрмеңке саудасының дамуын қарастыратын боламыз. Жалпы жәрмеңке ол сауда-саттық жасайтын орын. Бұл жерде негізінен кез келген товарды сатып алады, не болмаса өзінің товарын басқа адамға сатады, не үшіншісі айырбас сауда жасайды. Осындай бірнеше сауда түрлерімен жасайтын орынды жәрмеңке деп атаймыз. Енді жәрмеңкелер Қазақстанның негізгі барлық бөліктерінде дамыған болатын. Негізі қазақ даласында қалалардың өсуі және де жаңа орталықтардың пайда болуы. Қазақ даласындағы округтік приказдардың орталығы ретінде бізде екі ірі қаланы қарастыратын болсақ, ол бізде біріншісі Көкшетау қаласы, екіншісі Қарқаралы. Көкшетау бізде Ақмола облысында орналасқан қала. Қарқаралы Қарағанды облысында орналасқан болатын. Бұл екеуі қаланың ұқсастығы 1824 жылы негіздері қаланған болатын. Ірі сауда, мәдениет және өнер орталықтарына екі қалада айналған болатын. Бұл екі қаладан бөлек те бізде Қазақстан территориясында көптеген қалалар орналасқан. Енді бұл картадан 18-19 ғасырдағы қалалардан картадан байқауымызға болады. Қазақстан территориясындағы батыс Қазақстандағы қалалар Орал, Ақтөбе, Гурьев қалалары, солтүстік Қазақстан бөлігіндегі Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Атбасар, Ақмола, шығыстағы ірі қалалар бізде болса Семей, Өскемен және де Зайсан қалалары, оңтүстігіміздегі Шымкент, Қазалы, Мерке қалалары сауданың негізгі дамыған өте жәрмеңкелік бөліктері орналасқан қалалар. Сауданың эволюциясы. Жалпы сауданың Қазақстан жеріндегі 18 ғасырда сауда негізінен шекара шебіне жақын бекіністерде жүргізілген болатын. Кейін ішкі аудандарға қарай өте бастаған болатын. Бұл 19 ғасырда сауда орталықтары әкімшілік реформалар мен қоныс аударушы шаруалардың әсерінен Қазақстанның ішкі аудандарына қарай келе бастаған болатын. Жаңа сауда орталықтары, жаңа біз картадан атап өткен негізгі орталықтарды айтуымызға болады. Дәрменсіз айырбас сауда ретінде бастапқыда тең баламасыз айырбас сауда жүргізілген болатын. Ресей көпестері арзан өнеркәсіптерді бағалы мал өнімдеріне айырбастап, өздерінің ақшаларын, қазыналарын толтырып отырған болатын. Моңғолия мен салықсыз сауда және керуен жолдары. Моңғолия Республикасы, Моңғолия жері бізде Қазақстанның шығыс бөлігіндегі көршілес мемлекет. 1881 жылы Қытай мен Ресей арасында жасалған Петербург келісімі Моңғолияда салықсыз сауда жүргізуге мүмкіндік берген болатын. Көпес керуендері Өскемен мен Семей арқылы Қобдаға дейін барып, сауда орталықтарына тауарларын тасып отырған болатын. Бұл жерде 1881 жылға картаны қарасақ, жалпы және Құлжа жерлері картадан сәл көрінбеуі мүмкін. Тянь-Шаньның солтүстік бөліктеріндегі және де Моңғолияда осы кезде салықсыз сауда жүргізуге мүмкіндік берілген болатын. Бұл оқиғаның барлығы 1881 жылдағы Петербург келісімінен кейін орын алған болатын. Саудадағы тауар айналымы және өсімқорлық. Саудада тауар айналымы әрбір кезеңде, әрбір уақытта тауар айналымда жүріп отырады. Өсімқорлық өршуі ол кезде де өте жақсы, көптеп дамыған болатын. Енді ең алдыменен татар көпестерінің рөлін қарастыратын болсақ, Ресейдің қазақтармен саудасы негізінен қазақ және орыс тілдерін білетін татар көпестері арқылы жүргізілді. Бұл жерден енді байқауымызға болады. Қазақ пен орыс арасындағы негізгі сауда
ол татар көпестерінің көмегі арқылы жүргізіліп отырылған болатын. Тауарлар алмасуы. Ресей көпестері қазақтардан мал мен мал өнімдерін алып, орнына шұға, боз маталар, былғары, темір бұйымдарын, шай, қант, темекі мен ағаш ыдыстарды сатқан болатын. Өсімқорлықтың өсуі. Көпестер мен қазақтар өз өнімдерін малмен төленетін етіп беріп, пайыздық өсімінде мал басымен алып отырды. Бұл өсімқорлықтың кеңінен таралуына себеп болған болатын. Осы кездің өзінде қазақтардан ірі қара малдарды болсын, кез келген мал түрін Ресей көпестері өздеріне алып, қазақтарға арзан бағада өздеріне шұға, былғары, темір бұйымдарын сатып, айырбас сауда ретінде алып отырған болатын. Енді бұл жерде де айтпасақ та түсінікті, қазақ халқының ол кездегі сауда айналымындағы өсімқорлықтың қалай өршіп тұрғаны. Арзан бағада заттарды беріп, қымбат және кейде айырбас сауда ретінде малда төлдерін барлығын алып отырған болатын. Ірбіт жәрмеңкесінде 2 сом 70 тиыннан сатып алынған қазандар мұндағы қазақтарға 50 сомға сатылған болатын. Енді бұл жерде байқаймыз. Ірбіт жәрмеңкесінде 2 сом 70 тиыннан сатып алынған қазандар Ірбіт жәрмеңкесіндегі қазақтардың жергілікті қазақ халқына 50 сомға сатылған болатын. Енді бұл жерден де білеміз. Бұлай қарап отырсақ, 2 сом 70 тиын. 3 сомға алынған затты 50 сомға дейін сатқан болатын. Әрине, осындай саудада Ресей көпестері, басқа ұлт өкілдері қазақ жеріндегі өздерінің саудасын дамытып, қанша пайызға дейін ақша тауып отырғандарын. 1835 жыл. Қазақстанға әкелінетін астық пен егіншілік құрал саймандарына баж салығын төлеу алып тасталды. Яғни Қазақстан жеріндегі 1835 жылдан бастап баж салығын алып тасталған болатын. Яғни төлеп отыратын баж салығы алып тасталды. Орта Азия мен транзиттік сауда. 19 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан Ресейдің Орта Азия мен саудасында маңызды транзиттік рөл атқарған болатын. Олар Троицк, Петропавл, Семей арқылы өткен керуен жолдарына жыл сайын 5-6 мың түйе арқалаған жүктер өткен болатын. Орта Азия мен Сібір, Орта Азия транзиттік сауда жолы Орта Азия халықтарына қарай сауда жасау үшін Ресей жеріндегі көпестер міндетті түрде Қазақстан территориясы арқылы өткен болатын. Осы Қазақстан территориясындағы Троицк, солтүстіктегі Петропавл қаласы, шығыстағы Семей қалалары арқылы өткен болатын. Ол жерден жыл сайын керуен жолдарынан 5-6 мың түйе арқалаған жүктер өткен. Ресей Орынбор және Троицк арқылы керуен жолдарын жүргізу бастаған болатын. Қазақстан транзит арқылы Петропавл мен Семей жолдары арқылы Орта Азия халықтарына негізінен қаласы Ташкентке, одан әрі қарай шығысқа қарай бетті бұрған болатын. Осылай негізгі транзиттік жол біздегі Қазақстан территориясы болған болатын. 1863 жылы Орта Азияда болған венгр зерттеушісі Ван Бери өлкеде әрбір үйде Ресейде жасалған өнімнің қандай да бір түрінің кездесетінін айтқан. 1863 жыл 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап. Ван Бери бізде венгр зерттеушісі. Яғни кез келген қазақтың үйіне барса, ол үйдің ішінде міндетті түрде ол кіші зат болсын, үлкен зат болсын, Ресейдегі жерінде жасалған
бір өнімнің түрі міндетті түрде қазақтың отбасының үйінде бар деп айтып жазып қалдырған болатын. Жәрмеңкелер сауда мен мәдениет ошағы. Жәрмеңкелер. Жәрмеңкенің түрлеріне тоқталатын болсақ, 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап Қазақстанда бірінші көшпелі, екінші тұрақты, үшіншісі жәрмеңкелік сауда түрлері пайда болған болатын. Көшпелі, ол әрине көшіп қонып жүргенге байланысты сауда түрін айтады. Тұрақты, ол бір жерде тұрақтап, ал жәрмеңкелік кез келген өзінің жасалған затын, бұйымын, өнімін жәрмеңкеге, қалаға әкеліп сату. Маңызы мен өсуі. Жәрмеңкелер мал өсірушілер мен отырықшы диқандар арасындағы делдалдық сипат алып, мал сатушы қазақтар үшін тиімді болды. Қазақстанның негізгі халқы көшпелі өмір салты жәрмеңкелердің кеңінен таралуына ықпал еткен болатын. Тауарлар топтамасы. Жәрмеңкелерге енді қандай заттарды әкелді көбінесе, соған тоқталсақ. Бірінші, ол міндетті түрде қазақ халқы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін мал және мал өнімдерін әкеледі. Тері-терсек, жүн-жұрқа, киіз, текеметтерді, сондай-ақ Ресейден киім-кешек, ыдыс-аяқ, ұн, шай, қант, Орта Азиядан шапан, кілемдер мен жібек маталар жәрмеңкелерге жеткізіліп отырған болатын. Қазақстандағы неғұрлым атақты әрі жәрмеңкелер Қарқаралы уезіндегі Қоянды жәрмеңкесі, Ақмола уезіндегі Константинов Еленов жәрмеңкесі, Атбасар уезіндегі Петров, Орал облысында Ойыл және Темір, Верный уезінде Қарқара, Жаркент, Сырдария облысындағы Әулие Ата, Семей уезіндегі Шар, Петропавлда Тайыншакөл жәрмеңкелері болған болатын. Енді бұл тест сұрақтарында әрбір уездердегі орналасқан жәрмеңкелердің міндетті түрде бір сұрағы кездеседі. Қоянды жәрмеңкесі. Ең ірі ауқымды жәрмеңке Қазақстан территориясындағы Қоянды жәрмеңкесі. Енді сауданың жүрегі деп те атайды бұл жәрмеңкені. 1890 жылы бір шіркеу, 199 сауда нүктесі, 42 тұрғын үй және 707 кигіз үй болды. Мұнда мемлекеттік банк, почта телеграф кеңсесі және қонақ үйлер орналасқан болатын. 1848 жылы Қарқаралы станциясы жанында ашылған Қоянды жәрмеңкесі жыл сайын маусым мен шілде айларында өткізіліп, қайнаған қызу сауда алаңына айналған болатын. Яғни маусым шілде айлары бізде жаздың ортасындағы айлар. Өте қызу, қарқынды сауда жүргізілетін айлар. Қоянды жәрмеңкесі 1930 жылға дейін жыл сайын өткізіліп келді. Сауда қатарларының аяқ жағында шенеуніктер орны деп аталатын кварталда орналасқан болатын. Енді әрине өздерінің шенеуніктер Ресей жеріндегі негізгі көпестерінің көп бөлігі Қазақстан жеріндегі сауда орталықтарында жүруі олардың шенеунік орны деп аталатын бір кварталдық бөліктің орналасуына алып келген болатын. Қоянды жәрмеңкесі. Қарқаралыдан 52 шақырым жерде 1 маусымнан 1 шілдеге дейін жұмыс жасады. Оның көлемі 2 шақырым аумақты қамтыды. Бұл жәрмеңкеде мемлекеттік банк бөлімшесі, почта телеграф жұмыс істеген болатын. 1893 жылы 29 қаңтардан бастап Қарқара жәрмеңкесі өз жұмысын бастады. Қарқара жәрмеңкесі орыс императорының шешімімен ашылып, 15 мамырдан 15 шілдеге дейін аралықта сауда-саттықты жүргізген болатын.
Сауда қатынастарының дамуы. Бұл картада Қазақстан жеріндегі сауданың дамуын көрсетілген. Жалпы Ресей империясы, Ресейдегі көпестер Орта Азияға қарай шығу үшін, яғни мынау Бұхара, Хиуа, Қоқан, Ташкент қалаларына өздерінің сауда керуендерін алып бару үшін Ресей жеріндегі Троицк, картада Троицктан бастайды. Ресейдегі Орынбор қаласы, Орынбор, Троицк, Ресей жеріндегі. Осындағы көпестер керуен жолдарының барлығы Қазақстанның солтүстік бөлігіндегі Петропавл қаласы мен шығыстағы орналасқан Семей, Өскемен қалаларын басып өтіп, оңтүстіктегі қалаларға қарай жүргізілген болатын. Яғни негізгі бағыт шығыс бойымен өткен болатын. Жәрмеңкелердің әлеуметтік мәдени маңызы. Жәрмеңкелердің енді маңызы ол үш жағынан қарастыратын болсақ, ол бірінші, халықтар арасындағы байланысты күшейтті. Екінші, спорттық және мәдени іс-шаралар өткізілді. Үшіншісі, саяси рөл. Мемлекеттер арасындағы көптеген оқиғаларды барлығын осы жәрмеңкелерде де арқылы көріп байқауымызға болады. Енді тереңірек толығымен тоқталып кетер болсақ, халықтар арасындағы байланыс. Жәрмеңкелер әртүрлі рулар мен халықтардың өкілдері бас қосып, пікір алмасатын, байланыс жасайтын орталыққа айналды. Ол әрине халықтар арасындағы байланысты күшейтті. Екінші, спорттық және мәдени іс-шаралар. Мұнда спорттық шаралар, ат жарыстары, ұлттық ойындар, ақындар айтысы өткізіліп, Қажымұқан Мұнайтпасұлы, Ақан Сері, Балуан Шолақ сияқты дара тұлғалар өнер көрсетті. Саяси рөл. Шиеленіскен кезеңде жәрмеңкелер үкімет билігіне шағым жолдайтын орын ретінде де қызмет атқарған болатын. Кейін бұл жерде Қарқара петициясы да орын алған болатын. Сауданың және жаңа кезеңнің көлік дамуы. Қазақстанда қара жолдармен қатар су жолы және темір жол қатынастары дамыды. Ертіс бойында пароходтар қатынасы дамыған болатын, яғни пароходтар суда. 1862 жылы Омбыдан Семейге алғашқы пароход сапарға шыққан болатын. 19-20 ғасырлар шегінде Семей, Тобыл арасында осындай 40-қа жуық пароход жұмыс жасаған болатын. Пароходтар Түмен қаласында жасалып, Түмен қаласында құрастырылған. 1871 жылы Петропавлскіде тұңғыш қоғамдық банк ашылып, осы 1871 жылы банк жүйесі қарқынды дамыған болатын. Енді жәрмеңкелердің маңызының төмендеуі. 19-20 ғасырларда қазақтардың жаппай отырықшылыққа көшуі және тұрақты сауданың дамуы жәрмеңкелердің маңызын төмендеткен болатын. Қалалар, фабрика, зауыттар шығаратын өнімдердің қоймаларына айналып, тауарлы ақша қатынастары дамиды. Әрі қарай өзінің өркендеп дамып кеткен болатын. Негізі жәрмеңкелердің маңызының төмен қарай түсіп кетуінің екі себебі бар. Ол бірінші бізде қазақтардың жаппай отырықшылыққа көшуі, екіншісі тұрақты сауданың дамуы. Енді бізде әрі қарай ертістен басқа өзендерде, әсіресе жайықта пароходтардың жүзуіне балық қорын сақтау мақсатымен тыйым салынған болатын. Теңізде жүзу тек Каспийде ғана кең тарады. Онда Гурьев пен Астрахань арасында пароходтар қатынап тұрды. 20 ғасырда жергілікті тұрғындардың банкідегі салымдары 300 мың рубльге жеткен болатын. Осылай бүгінгі сабағымызда бізде жәрмеңкенің дамуы, оның түрлерін және де төмен қарай құлдырауын толығымен қарастырдық.